Алло. Алло, Дәулет аға, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Бұл Ерболат қой. Қалдарың қалай? Шүкір Алла, ақырындап жүріп жатырмыз аға. Сұраңға бәрі жақсы ма? Өнер жақсы ма? Өнер жақсы, иә, ақырындап. Сендердің ана тірліктерің надоелы. Аха. Мен танисың ба сен? Есіңде ме? Иә аға, танимын, әрине танимын. Спорт және министерстводан мен Дәулет ағаң Тұрлыхан. Иә. Анам 91, 90, 120 дей ма? Не ол? Кімдер ол? Менің балдарым ғой, менің балдарым. Неме қалан шулап жүрсіңдер? Болды ғой, баға, өткенде ең соңғы выступление көрдіңіздер ғой. Жоқ, ол не деген сұмдық, ана балаларың былай қарасаң, ана әкесін ауыз сүгейін, темір үзетін жігіттер. Иә. Не деген сұмдық? Мен ток-шоуға шақыру керек па? Сондай әңгімелерге мен сендер үшін бару керекпін ба? Маған спорт жайлы бағанаға. Охота жайлы айтса бір жөн. Иә. Или мен оншық көріңдер ма? Жоқ аға, жоқ. Мен түсінбей тұрмын, неге сізге бұл әңгіме жетіп отқанда түсінбей. Сен Арыстанбек Мұхаммадиұлын танисың ба, ол кісіні, министр ғой? Иә. Сол кісі бәрін ұйымдастырып отырған. Қалай маған жетпейді, мен балаларым жоқ па? Сол қатарлы, мен онда интернет соцсет не екен білмеймін ба мен? Аға, біз бұның бәрін бітірдік қой, өткен соңында жаған шыққан кезде. Қашан бітірді, аналарың әлі жүр, мен сендерге айтайын. Ол ертең ауруға әдет қалмайды. Өнердің адамдары өнерді ары қарай жүре береді, білесің ба? Иә. Ішіп болсын. Ол ертең шашын үйсі, ертең ол бір жерде шығады қайтып. Быйықшы найынтиванда мен өлең айтқан деп. Ертең сол әңгіме керек па сендерге? Ол ертең талай қыздарды құртады ертең ол. Жанкүйер деген жетеді. Кішкене сен жасыңа де 30-ға келіп атсың. 30-дан астым аға. 30-дан асып атсың. Үлкен жігітсің, лауазымда. Иә. Бұл не істейсіңдер оны? Мақұл, мен саған ұрыспаймын, ол сен өзіңнің өмірің, сол арқы ғанибет аласың сен. Елдің қошеметіне бөленесің. Дұрыс. Иә. Біз соңғы, Дәулет аға, біз соңғы ана осы жақында ғана выступлениеде біз шықтық қой, ешқандай әңгімесіз шығып бәрі көрді ғой енді. Никакой сахна болды. Мен сендерге айтамын, никакой сахна. Бұдан кейін сахна деген жоқ. Құртыңдар шетелге көз жүрін, шетелде көрсетсін. Ақыры тура шетел түрлері. Мені бүйтіп ток-шоуға шақырып ондай, маған ондай сұрақтар керек емес. Болмаса мен не қазын көрдіңдер ма мені? Оға сіз айтыңыз, кім оған сіз? Астанаға өзі шықты ма? Біз өткенде ғана ол кісімен сөйлестік қой барып. Не сөйлестіңдер? Барып, ол кісімен отырып сөйлесіп, бұл тек қана өнер екенін түсіндірдік. Қазір мысалы Құдай қаласа BBC телеканалы келе жатыр. Бізге сұхбат алуға, BBC деген өзіңіз білесіз ғой. Иә. Осының бәрі енді көптеген жұмыс қой бізге де девичтер Астанаға бәрін түсіндір. Жоқ, болды. Ақшаларың шығардыңдар ғой бәрі. Жетеді ғой. Жеткілікті ғой. Құртыңдар көздер. Мен білесің ғой, мен көп сөйлемеймін. Балам. Алло. Алло. Не өшіп қалды? Білмеймін, сізге звондасам телефон өшіп. Толық аты жөнің кім еді сенің? Ерболат қой, Ерболат Беделхан. Ордадағы. Орда тобындасың сен, Иә, талай қызықшымызда болдық қой. Иә, білем ғой. Болғаны маған міндетсінбеңдер маған, мақұл ма? Жоқ, ешқандай міндет отқан жоқ маған. Болсаңдар, сендер не үшін емес, ақшаларыңды кетіп отсыңдар. Тегін келдіңдер ме? Бізді кезінде медеу аға шақырды ғой сізді. Иә. Талай шыққанымыз. Түсіндім аға, мен сізді бәрін түсіндім. Жастарды құртасыңдар, маған қызық емес ол, найтюан ба, әкесін алып олар. Ол өзіне ол, звезда болса өзіне. Маған мына Қайрат Нұртасты айтыңдар, Төреғалиді айтыңдар мына. Жақсы. Түсініңдер ма? Түсіндім. Больше не повторился это, түсіндің ба? Жетекші сен болған қалай мен барасыңдар онда? Мен түсінем, болды, клип түсірдіңдер, әдемі кетті бұл. Дальше нельзя, ел уже қарсы шықты ма, стакан лақтырды ма, помидор лақтырды ма, қайту көрексіңдер ғой? Елді ашуландырмай. Біздің неше түр жындылар бар, қазақтың ертең алады, қарын бірақ жарады, концерт шығармайды. Сол керек па? Жас балдар бар. Жас болса инвалид болады ертең ананың түрлерімен. Сосын сен кінәлі боласың. Не надо наслаждаться 5-минутным кайфом. Или ақша тауып атсыңдар ма, миллиард? Жоқ, Болды, қойыңдар, осы жерден доғартыңдар, түсініңдер ма? Түсінің ба деймін?
түсіндім. Бәріне айт, сабақ болсын. Давай, сау бол. Жақсы, сау бол.